Абай Құнанбайұлы, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай боптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуім өмірім алдымда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсең ғибратлы, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қойсаңыз, болмасан да ұқсатпақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім береді, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбейсеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен женсеңіз. Надандарға бой бермеп, шын сөзбенен өлсеңіз, аят хадис емес қой, көпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Көп орында көн айтпа, біздің сөзге ерсеңіз. Мұның жазған кісінің атын білмей сөзің біл. Осы жалған дүниеде шешінде өткен не бұл-бұл, көсемде өткен не дүл-дүл, сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста менің гүл, егер дүзу көрінсе, ойлап-ойлап құлақ қайыр. Ақымақ көп, ақылдас, демек көптің сөзі бұл, жақынның сөзі тәтті деп. Жақыным айтты дей көрме, надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөз керме. Сізге айтамын, қаупым бол, өзің үшін үйренсең, ашыласың жылма-жыл, біреу үшін үйренсең, білгеннің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма, шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен қорғалма. Мұны жазған білген ол, ғұлама Хидауани, солай депті оншын, сөзің оқы және ойла, тез үйреніп тез жойма, жас уақытта көңіл күл.